Сәлем, қайырлы күн. Бүгін сіздермен бестің шайына өте жақсы үйлесетін алтын сары түсті болып шығатын өте дәмді хворостың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. 3 жұмыртқаға 2 ас қасық қантымызды және шым-шым тұзымызды салып, жақсылап венчиктің немесе шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі масса болуы тиіс. Біркелкі массаның үстіне електен өткізілген ұнымызды қосып, араластырып, алғашында шанышқының көмегімен, сонан соң қолымызбен жақсылап қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илейміз. 3 жұмыртқаның үстіне сізге қанша ұн керек екендігі ол ұнға байланысты. Мен мұнда көз мөлшерімен салдым. Жақсылап қамыр илеп аламыз. Қараңыздар, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды тындыру үшін салафанға салып, немесе басқа ыдысқа салып, бетін жауып, бөлме температурасында қалдырамыз жарты сағатқа. Әр 10 минут сайын иінін қандырып, илеп тұрсаңыздар да болады. Қамырымыз міне дайын болды. Енді дайын болған қамырымызды ұн себу арқылы жайып алатын боламыз. Кәдімгі еттің, нанның қамырын жайғандай жайып аламыз. Мен жайып алдым. Өте жұқа қылып жайыңыздар. Сол кезде хворостарымыз өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Өз еркіңіз бойынша әртүрлі формада кесіп алсаңыздар болады. Ромбик тәрізді етіп, немесе лапша тәрізді қылып кесіп алсаңыздар да болады. Мен осылай тіктөртбұрыш қылып кесіп аламын. Қамырымызды жинап, әрбір ұзынша бөліктерге бөліп, сонан соң тіктөртбұрыш қылып кесіп аламын. Видеода көрсетілгендей жасасаңыздар өте оңай болады. Маған осы форма ұнайды, жеуге өте ыңғайлы. Осы мезетте табамызға сұйық майды қыздырып қойсаңыздар да болады. Дайын болған қамырымызды қызып тұрған майымызға қуырып алатын боламыз. Әрбір қуырған хворостарымызды 1 минуттан, яғни алтын сары түске енгенше екі бетін осылай араластыра отырып, қызартып пісіріп аламыз. Міне біздің хворостарымыз дайын, құрғақ, өте майлы емес, қытырлақ, дәмді болып шықты. Осы дайын болған хворостың үстіне сгущенканы немесе варенканы салып араластырып жесеңіздер өте дәмді болады. Шайға өте жақсы үйлеседі. Мен осылай балаларға құрғақ күйінде беремін. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.